Сәлем бердік сіздермен бірге келін асханасы. Бүгін осындай өте дәмді болатын, жан-жағында корочкасы боласын тауық духовкада пісірейік. Дәмі тіл үйрет. Үйге келген қонаққа немесе отбасы мүшелеріңізбен жақсы кешкі ас жасауға тұратындай тамақ. Уақытты ұстамау үшін мен мұздатқыштан шығарылған тауықты қазанға салып, су құйып, тұз салып, көбігін алып 5-7 минут асып аламын. Тауықты қазаннан алған соң маринад дайындай береміз. 2-3 чеснок тураймыз, 1 қасық бал, 1 қасық горчица және 1 ас қасық соя тұздығын араластырып, және оған 4-5 ас қасық майонез қосып, тұз, бұрыш, паприка, дәміне қарай дәмдеуіштер, өздеріңіз қалайтын дәмдеуіштер қоса бересіздер. Мен тауыққа арналған дәмдеуіштің дәмін онша ұнатпаймын, сол үшін өзіме ұнайтын дәмдеуіштерді қосамын. Паприка, куркума қосамын, түс беру үшін. Бәрін араластырып, сәл суыған тауығымызға толықтай сіңдіріп жағып шығамыз. 4-5 картоп дайындап қойдым, соны тураймыз, сәбіз, егер қаласаңыздар бұрыш, перец. Мен бір жолы қызылшамен істеп көргем, қызылшамен де көрсеңіздер болады. Осындай салмасына кішігірім етіп турап, маринадқа матырып алып, тауықтың қасына қойсаңыздар күшті болып пісіп шығады. Өстіп тауыққа массаж жасаған сияқты бәрін сіңдіріп жағамыз. Маринадпен біраз уақыт тұрғызса өте жақсы болады. Менде уақыт болмағандық. Маринадты жаға салып, 250 градус қызып тұрған пешке сала салдым. 45-50 минут аралығында піседі. Менің каналымда қазы мен нан, қуырдақ, дапанжидың, лагман қамырының және тәтті десерт, торттар, меренговый рулеттің рецептері бар. Қарап көріңіздер. Отандық қазақ каналдарын қолдап, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы видео ұнаса лайк басуларыңызды сұраймын. Және жаңағы картошка мен сәбізімізді маринадқа бір малып алып, жаңа тауығымыздың қасына себе жан-жағына сеуіп шығамыз. Одан кейін тауығымыз дәмді, сочный болып пісу үшін 1-2 ожау сорпамыздан құямын. Жаңа тауық піскен сорпадан. 20-25 минуттан кейін осылай қызара бастайды тауығымыз. Сол кезде екінші шетін аударамыз. Екі шеті де толықтай қызарып пісу үшін. Тағы да 250 градусқа 20-25 минутқа қоямын. Сочный болып пісті. Маринадынан, соусынан өстіп кішкене құйып жібереміз. Филенің ақ етінің өзі құрғақ емес, соусына батырып жесеңіз де күшті, сочный болып піскен. Жасап көріңіздер. Бүкіл отбасы мүшелеріңізге ұнайды деген сенімдемін. Сіздер қалай жасайсыздар, қалай пісіресіздер, қандай салма қосасыздар, комментарийге пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Видео рецепт ұнаса сіздерден лайк және колокольчик пен қоңыраушамен тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған келін асханасы, астарыңыз дәмді болсын.